Қайырлы кеш менің арнамның тіркелушілері мен көрушілері. Бүгін сіздерге 50 түрлі дертке дауа болатын ерекше өсімдік туралы айтатын боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Қара зере, черный тмин, ерекше емдік қасиеті бар өсімдік. Қара зеренің 20-ға жуық түрі бар. Өсімдік тәнінің түсі қара болып келеді. Оның қара зере деп аталуының себебі де осы. Қара зере пайғамбарымыздың Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын хадистерінде ең көп кездесетін емдік құрал болған. Ғалым Ибн Қайым Жаузия өзінің «Пайғамбар медицинасы» атты кітабында қара зеремен 50 шақты ауруды емдеуге болатындығын көрсеткен. Қандағы холестеринді азайтады, ағзаны улы заттардан тазартады, иммунитет жүйесін күшейтеді, инсультқа қарсы тұрады. Қара зере шайы. Бүгінгі күні қара зеренің дәндерінен қайнатылған арнайы шай да жасалады. Бұндай шай көбіне іш кебу, іш өту және өт шаншуы сияқты ауруларға ем. Жас босанған, сүті аз әйелдерге де оның пайдасы зор. Тұмау кезінде мақтадан кішкентай тампондар жасап, оларды қара зере майына салыңыз. Содан май сіңген тампондарды мұрынға қойып 20 минутқа қалдырыңыз. Қорыта келгенде, қара зере расында да емдік қасиеті мол шипалы өсімдік. Оның өлімнен басқаның бәріне ем екендігін хадистердің бірінде де айтылған екен.